тақырып номер 3-ші зертханалық жұмыс математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау. Енді біріншіден дәптерімізді ашып, дәптерімізге жазайық, тақырыпты бүгінгі күнмен жазамыз. Номер 3-ші зертханалық жұмыс математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау. Жазалау. Еркін түсу үдеуін анықтау. Оқулықта 148-ші бетте ашып аламыз. Енді дәптерімізге жазып алсақ, барлығымыз тақтаға қарайық. Осының алдында сабақтың негізгі мақсаты математикалық маятник период формуласынан еркін түсу үдеуін анықтау. Одан кейін алған нәтижелі тәжірибе негізіндегі түсіндіру және қорытынды жасау. Теориялық негізгі формула. Математикалық маятниктің тербеліс периодының формуласы сізде білесіздер, Т тең 2π L бөлінген G. Бұл жерде Т дегеніміз период, L дегеніміз жіктің ұзындығы, G деген еркін түсу үдеуі. Яғни математикалық маятник деген өте қарапайым формула, мына құрылымын айтады. Бұл жердегі L дегеніміз формуладағы L дегеніміз ұзындығы, жіктің ұзындығы. Математикалық маятниктің көмегімен біз еркін түсу үдеуін анықтауымыз керек осы сабақ барысында. Сіздер білетіндей, еркін түсу үдеуі 9,8-ге тең, яғни жуықтап алғанда 10-ға тең деп айтамыз. Есептерде қолданған кезде көп осы мәнді қолданамыз, бұл тұрақты шама. Енді егер жіктің күйзеліс күшін және ауаның кедергі күштерін ескермесек, математикалық маятниктің көмегімен анықталатын еркін түсу үдеуінің мәні 9,8 метр секундқа тең жуық болуы мүмкін дейді. Енді еркін түсу үдеуінің есептеу формуласы. Мына математикалық маятник формуласынан түрлендіру нәтижесінде біз еркін түсу үдеуін аламыз. Бұл формула G тең 4π квадрат L бөлінген T-ның квадраты. Яғни мына табылған периодтың квадраты, одан кейін жіктің ұзындығына көбейтеміз. Осы формула арқылы біз табамыз. Қазіргі кезде зертханалық жұмысты бастаймыз, сол кезде ары қарай тағы да түсінікті бола береді. Бізге зертханалық жұмысқа керекті құрал жабдықтар, қысқаша сақинасы бар тұрғы, яғни маятник бекіту үшін, одан кейін Ж, секунд өлшеуіш, сызғыш немесе өлшеуіш лента, металл шамдар барлығы бізде бар деп ойлаймыз. Енді жұмыс барысы нәтижесінде біз мына математикалық маятниктің айналым санын 10-ға апарамыз, 10 рет айналым санын жасаймыз. Және қолдарыңызда бар секундаметрмен 10 айналым жасаған кезде неше секунд болады? Соны анықтаймыз. 10 айналым жасаймыз. Тура 10 айналым жасау арқылы тәжірибені біз 3 рет қайталайтын боламыз. Қондырғыны орнату бізде дескриптор, негізгі дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз, сіздерге берген тапсырма бойынша. Енді бұл жерде жұптық жұмыс, біз жұптықпен жасаймыз зертханалық жұмысты. Барлықтарына парақ берем, жұмыс жасау парағы. Осы парақтан барлығымыз қараймыз, тақтаға бір мәңгі жіберейік. Бұл жерде номер дегеніміз саны біз 3 рет жасасақ жеткілікті. Одан кейін L деген айналым саны, 10 рет айналым санын жазамыз, жазып қоюға болады. 10 рет айналым саны 10 сендерде. Одан кейін Т дегеніміз уақыты, одан кейін сендерде L бар. L дегеніміз не? Ол жіктің ұзындығы.
одан кейін ары қарай өте береміз. Енді маған біз бұл дәстүрлі зертханалық жұмыс, енді виртуалды зертханалық жұмысқа оқушы керек. Кім? Рамазан Асылнұр келе қойды, виртуалды зертханалық жұмысқа тек қаладан орындайтын боламыз. Бұл жерде секундомер бар. Көрсетесіңдер. Мына жерді өшіріп, иә, ендігі бастайық зертханалық жұмысты 10 айналымыстан жасайсыңдар, уақытын өлшейсіңдер, одан кейін неге қоямыз? Жаңа секундомерге қойып, телефондарың болса, секундомерге қойыңдар. Секундомер бар, секундомер бар. Asıqbayımız, mənim dörd salağımız, sol 10 aydan жасаймыз, sol 10 aydan жасап düşüremiz. Қатты алыста жерге Naqdda Üçüncü adayım mı oldu? Oldu mu ne? Nasıl? Arabada inşallah. Tamam. İyi bir şey olsun. Vallahi bayca sonunda olur. 3 sandık kosuk, 3 sandık kosuk. Bırak 3'e bölgede bir de lazım olur. Sandıkta yani bir şey yazılı oluyor. Nişe çıktı mesela. 2'ye kos, böcekte 3'e böl.
шықты. Мына үшеу болсында, үшке бөлінген. Мынаны 10-ға бөлінген. Енді мына санды, мына формулаға қойып орташа деген мынау. Орташа. Kami Allah жазында формуласын кәдімгі санынше кәдімгі мынандай шықты ғой иә мына жаңа жазу керек үшеуін қосып ше мына қарашы үшеуін қосып үшке бөліп мынау сенің не ғой күйрек қой күйрек астына келіп қалады енді мына үшеуін қосып үшке бөлген орташа кейін үшеуін қос үшке бөл дұрыс енді үшеуін қос үшке бөл алғашқы жұпта негізгі мән шығып жатыр 9/106 деген сан шықты өте жақын иә бізде екінші сөйлеу неше еді екінші сөйлеу 9,8 алғашқы жәнел мен Нұрсұлтанды 9/106 кім еді Нұртас 9/106 яғни 9/1 әзірге жақын алғандар Біргеде Даниэлде 11/29 метр секунд шыққа шамалы өте алыстау. Таптыңдар ма? Енді мына формулаға қоясыңдар. G-дің формуласын. 4 жаршы G-дің формуласы. G тең 4 G тең бөлшек 4i kvadrat 4i kvadrat L bölüngen 1 kvadrat kvadrat ya teң енді қараңдар қарашы 4 kilo бар 4 бар 30 сантиметр ма? Енді период қанша болсын деді мысалы. Период қанша болды? 1/260. Яғни 4 квадрат. Аға десе 8/10 шықты. Енді осыдан көбейтіп қарап. Қанша? Метр секунд квадрат. 8/10 метр секунд квадрат шықты. Сымбаттарда өте алыс, әзірге ең жақын 9 болып шықты. 9 жазып алды. Қанша шықты? 10
1 бүтін елу формуланы L var mı? L var. Nedir bu? Var. L var. 4 var. Bir tane şey gidiyor. Bir tane şey gidiyor. 3 trilyon. 3 trilyon. Bir tane şey. Bir de bir tane. Diyor. Öyle. Hadi bana bir şey gidiyor. Bir şey gidiyor. Ülke karasa işini yaptığında çok da periyod karasa periyod ülke kadar ya periyod işi biteyim işe çıktı periyodda böyle bütün o ya böyle bütün o bir neyse kvadrat olur kim kalmış oldu var sen ne demek olur sapınlar mı yaxşı yine ne forma oldu ne forma G M 4 pi kvadrat L kvadrat bu şeyde bu aynı kadar var 0.4 bağlar buna santimetrede yetkiye ayarlasan da 0.4 oldu tabanma tadayda Bugün kadar tabii işi getirdik. Diğer uzun kvadrat normal. Sen işi al ne oldu? Listedir. Sinde de var. Sinde de yeni dönem liste batımız. Sinde şey. Düşündük mü? Yasaldım da. Qancha? Eng yaqin sanlarning biri shunda avtobuslar gazal 916 bo'yicha yaxshi. Qo'shimcha 480 yaxshi. Eng so'z bo'yicha bo'yicha yaxshi. Ne oldu? Yaxşı balalar, bunda жоқтық жұмыстарында әзірге тұра берсін. Bir ұшқа болып қойайық. Бәрімізді шықты ғой, я санды. Бәрімізді шықты. Ең жақын сан. Жаңа қанша болды? 9.16. Кімдерде болды? Ақтоты және Нөбәліктерде болды. Сендерді 9.7 шықты дейді. Біріншісінде басқаша шыққан. Жақсы. Енді келесі сендерге жеке жұмыс береміз. Негізгі жұмыс осы. Осымен бағаласыңдар. Мына қолдарына бердім ғой жаңа, иә, білім картасын. Түсіндіріп өтейін. Білім картасы. Бұл жерде аты жөндеріңізді жазасыңдар, сыныптарыңызды жазасыңдар. Және есеп шығарған уақытта, осы жердегі дистрикторға байланысты қанша бала алды, соған жаңағы птичка қойып отырамыз, немесе бояп отырамыз. Сосын мен қанша бала алғандарыңды білемін. Енді жеке жұмысты жасаймыз. Әзірге күнде жасай берсін, тек қалады түсінбей жатқан секілді. Міне, жеке жұмыс.
Жеке жұмыс есептеріңді дәптерге болмаса осыдан шығара беруге болады. Есептеріңді дәптерге болмаса осыдан шығара беруге болады. Сен неше шықты? Түсінікті нәрсе бар. Формула тұр, орындарына қойса да шығатын нәрсе. Формула тұр, орындарына қою керек. Тұр ғой енді, 4 бар, пи санының квадраты, пи санның 2 рет көбейтесің. Қойшы алып, бірге көбейтіп. Жи орташа, жас шештің анымыз. 4. Ya, әлі шағын жоқ қой, жеке жұмысты басқан да шағын. Я жазып. Ал не 14 деген немене бұл? Ал не 14 деген? 4 та? Жақша сынақ қой, дәл. Жақсы, жеке жұмысты бастаймыз. Жеке жұмыс. Сен қаққан? Жеке жұмыс бағалар. Есебін шығарып көрейік. Қиын есебін емес, сендерге білім қояйын, жеке жұмыс бағалар. Біз не есебін бер? Қостың ба? Үшеуін қосып үшеу бөлдің ба? Үшеуін қосып үшеу бөлдің ба? Үшеуін қосып үшеу бөлдің ба? Маған 16 жыл. Китапың шаш. Қанша бөлдің? Жақсы балалар, фенкаларда сайты бойынша бізде мән 10,5 шықты. Негізі қателіктер көп болған. Уақытты дұрыс баспай отырсыңдар, болмаса айналым саны қысқа болып тұр, немесе үлкен болып тұр, бір қате кетіп тұр, бірақ шамалы қателіктер бар. 0,7, 0,15 қателік бар. Жалпы, бірақ жобаға келді 10,15 шықты. Білеміз, 9,8 екен. Енді жеке жұмысты жасай берейік. Жеке жұмыс бойынша дискрипторды көріп тұрмыз балалар, иә? Бірінші есептің берілген дұрыс жазғандардың 1 балл. Есептің берілген дұрыс жазғандардың. Одан кейін формуланы дұрыс тапқандар үшін 1 балл болады. ТБЖ-ға келтірген халықаралық білімдер жүйесіне келтіргендер үшін 1 балл болады. Одан кейін есептің жауабын дұрыс табады 1 балл. Бірінші есепте 4 балл аласыңдар. Екінші есепте 6 балл аласыңдар. Тура сондай. Екінші есепте де есептің берілгенін жазасыңдар, 1 балл, халықаралық бірліктер жүйесіне келтірсеңдер 1 балл, уақытша тербеліс санын пайдаланып период табамыз. Сол период арқылы математикалық маятниктің формуласынан ұзындықты табасыңдар. Бұл жасанды интеллект арқылы жасалған фотосурет, байқап тұрсаңдар, сол фотосуреттен зертханалық жұмыс жасап жатқаны көрінеді. Бастаймыз. Иә, көп şey салып. Қазір әзірге дұрыста дұрыс емесін білмейді ғой. Тақтаға шығарам, дұрыс жауабын сол кезде көріп жасаймын. Есептің берілгені жеке жұмыс. Қазір соңынан айтам. Дұрыс болып жатса, дұрысын жазамыз.
Dafterlerine yazın da dafterlerine kas qarab o'tibsizlar. Bir qadam Aktifliğe ver hayırlısını. Sonra qarab istiyorum. 10 minut vaqt bering. Bo'lganlarimiz bo'lsa bir shafalab olamiz. Biz bayaqqa tushgan holatimiz. Javobni naqd olamiz. Birinchisiga shalish taqam. Taqdan o'sha yengilimiz qilsak, qaramiz. Ismini beradi. Есептің берген бойынша физика кабинетінде ұзындығы 90 см болатын математикалық маятник құрастырылды. 90 см метрге айналдырсақ қанша болады дейді. Берген үш жазылды. Енді аламыз бірінші сетте. Бірінші сетте енді аламыз. Ені? Периодты. Формула, негізгі формуланы байрамыз. Алдын сабақтарда өтіп кеттім. Математикалық маятниктің формуласы статья 2 бөлінген. Бірінші шешім. Саннан қоямыз. 2 писаны үште ойып кеткен дұрыс. Нөлден оннан 9-ды 10-ға бөлсек, қанша шығады? 0,109. 0,109-дан төбірасынан неше шығады? 0,3. Жазамыз. Тең деп ара жазылса, 2 төбірасынан неше шығады? 0,3. Енді 2 мен 3-тің жүзін отырып көбейтсек 6-дан 128 шығады. 6-дан 128-ді 6-дан 128 4'tің 10'dan 3'ге көбейтсек қанша болады? Бәрімізде қанша шықты? 1,884 шықты. Әсемде солай көбейтті, ja? 1,884 Рамазан болды ма? Жақсы қайды. Рамазан 2 сетті болыпты. Жауабы 35-те 50 шыққан дейді. Қазір көреміз, тексереміз. Тақтада бір жауабы жарамыз. Жақсы отырамыз. Егер бірінші сет бойынша берілген дұрыс жазсаң, бір птичка қоямыз. Мына нелеріміз керек. Білім картасынан бір птичка берілген дұрыс болса біреуін қоямыз. Қабырғаға дұрыс келтірсек біреуін қоямыз. Балдар жасайық. Қабырғаға келтірсек дұрыс бір птичка қоямыз.
формуланы дұрыс тапсақ біреу қоямыз, дұрыс жауабымен сәйкес келді ма тақтадағыдай біреу қоямыз. Сонда неше балл алдыңдар? 4 балл алдық көпшілігіміз. Енді келесі есеп, екінші есеп. Алыңыз қояйық, қарайық. Екінші есептің дұрыс жауабы 0,36 метр. Бұл жерде 1 минут секунд айналдырдық па? Қабажға келдік па? Ол кезде дискриптор бойынша алдарын жазамыз. Дұрыс, 35 шықты ма? Формуласы міне. Формуласы бірінші периодты табамыз. Периодты тапқаннан кейін сол период бойынша математикалық маятниктің формуласынан диаметр табамыз. Яғни квадраттаймыз екі жағын. Ең соңғы келгенде мына формула шықса. Екі жағын квадраттаған кезде тура сондай бағанада көрсетті. Мына формуламен дұрыс жауабы сәйкес келе ме? Дұрыс формула түрлендірдік па? Рамазан сені дұрыс ау деймін, яғни екі жағын квадраттаймыз ғой. Екі жағын квадраттаймыз. Ең соңында формула квадрат көбейтілген g 4π квадрат болды. Дұрыс. 4π квадрат. Ана жерде пиді әдейі орнына қойған жоқ. Пи саны нешеге тең еді біздер? 3/114. Енді барлығымыз қараймыз. Есептің берілген жаздық па? Берілген жаздық па? Bir не қояйық? Белгі қояйық. Берілген жаздық. Халықаралық бірліктер жүйесіне келдірдік па? Дұрыс. 1 минут неше секунд болады екен? 60 секунд. Bir белгі қояйық. Уақыт және тербеліс санын пайдаланып периодты табамыз. Дұрыс тапқандарымыз 1 балл қояйық осы жерде. Түсіндіріп айттық қой, білім картасының ішінен қоясың деп, мына жерде белгі қоясың деп. Сабақтың басын тыңдап отырмын. Математикалық маятниктің формуласын қолданады. Математикалық маятниктің формуласын қолданғандарың болса 1 балл қоямыз. Одан кейін математикалық маятниктің формуласынан қосылуды табады. Яғни L-ді дұрыс тапсақ, 1 балл қоямыз. Сонда общий барлығы жалпы 6 балл. Сонда екі есепке 10 балл беріледі. Неше балл алдық, осыған белгілі жерлер. Неше балл алдық, осыған белгілі жерлер. Қуаныш қанша балл алды? Қуаныш өте 9 балл алды. 1 балл неге алмай алды? Жауап дұрыс емес пе? Арт жағында. Жеке жұмысқа ол. 9 балл алғандар бар. 5 балл алыпты. Біздер Рамазан 10 балл алыпты. Әсемдер де 10 балл алыпты. Әсем кім әкімді бұл? Жақсы, енді жеке жұмысты аяқтадық. Келесі, мына қолдарындағы білім картаның ішінен, мына жалпы тәжірибенің нәтижесі, білім картаның ішінен жазамыз. Маған барлығы түсінікті, не нәрсе түсінікті болды бүгін сабақтан. Мен ештеңе түсінбедім, менің сұрақтарым бар. Осы 3 сұраққа жауап беріңдер. Не нәрсе түсінген жоқсың, қандай сұрақтарың бар, немесе маған барлығы түсінікті болды, не нәрсе түсінікті болды. Соны білім картасын екінші бетіндегі параққа жаздырамыз. Үшеуіне білім картасын жазамыз ба? Енді үшеуіне егер ештеңе түсінбедім, сұрақтарың болса жазыңдар, болса жазбай ақ қойыңдар. Не түсінгенін жазыңдар. Көрсетіп жіберейін. Арнайы асылды қараймыз. Мына жерге жазамыз, осы жерге жазамыз. Шамай, осы жерге жазамыз. Не түсінбеген, сұрақтарың болса, кетіп жазамыз. Барлығы. Бүгінгі сабаққа байланысты кері байланыс. Шамай, кері байланыс. Кері байланыс оқушы бүгінгі сабаққа кері байланыс беріп бүгінгі сабақта не түсінікті болды, түсініксіз болды, өздерің ауызша айтып жіберсеңдер. Жақсы. Қайда шағын неше болды? Қай көрін? Жақсы. Есептің берілгендерін жазған шығармыз? Белгілеп қояйық. Қазір бүгін табалып қалай қоямыз? Жақсы, Нұрдәулет. Бізден неше балл? 8 балл алыпты. Қаяқта 8 балл алғанын дәлелдеп жүреді.
ұятымыз білсін. Өтірік бағаны өз-өзіне қойған деген өте ұят нәрсе. Адамшылыққа жатпайды. Бұл біздің мәдениетіміздің жетіспегенін көрсетеді. Мысалы 8 балл 7 балл алған баланы білемін ғой мен не жазып жатқандарын. Сондықтан қате жазбаймыз. Бірден қате жазбаймыз. Кішкене ұят болу керек адамға. Кішкене ұят болу керек. Жақсы сымбат олай ғой. Бүгінге сабаққа келмеңіз. Маған барлығы түсінікті болды. Математикалық мәліметпен жіктің ұзындығын өлшеп, өзімді шамамен таптым. Өте жақсы. Түсінбеген сұрақтар бар ма? Жоқ. Бар ма түсінікті? Жақсы отыра ғой. Кім тағы оқиды? Және оқиды бір сабаққа байланысты. Бүгінгі сабақ өте қызық әрі қандауымызды сабақтарын түсіндім. Көптеген жағынан сонымен қатар зертханаларымызды өте қызықты өткіздік. Жақсы, неше шықты сенде? 8 шықты, иә? 9.6 өте жақын. Шыққандарыңызды зертханаларымызды жақсы жасаған. Рамазан оқысын ба? Рамазан оқиды ғой. Маған барлығы түсінікті болды. Бүгін мен математикалық маятникті қолдану кезінде және формула түрлендіруге түсіндім. Жақсы, рахмет. Балалар, үй тапсырмасы Фед Колорадо деген платформа бар ғой. Көрдіңдер жаңа. Фед Колорадо езу деген қолданып көрдік. Сол Фед Колорадо езу сайтынан маған қайта жасап көрдік үйлерге бар. Ноутбукпен, компьютермен, телефонмен жасасаңдар өте қызықты. Неше шығады екен. Мен жаңа Рамазанда шамалы қателіктер болып кетті. 9-ға жақын 5-9-6 шығама деп едім. Үйлерге жасап көреміз. Жақсы, үй тапсырмасы сол. Сабақ бүгінмен аяқталды. Әкем мамай жинап берейік. Жеке жұмыс бәрін бірге жинаңыз. Жеке жұмыс бәрін жинаңыз.